Сәлем достар, бүгін мен сіздермен дәруменге бай, адам ағзасына өте пайдалы, өте дәмді, жеңіл салаттың рецептісімен бөліскім келеді. Ол үшін бізге брокколи, цветная капуста, болгар бұрышы, қияр, бір дана сәбіз, укроп және сарымсақ, сонымен қатар сұйық май, қант, тұз, сірке, суы қажет болады. Ал ендеше салатымызды бастайық. Ең алдымен цветная капуста мен брокколимізді суда пісіріп аламыз. Мен осылай ыдысыма су құйып, үстіне бір ас қасық тұз салып, кішкене қайнауға жақын қалғанда біз цветная капустамызды саламыз. Өйткені цветная капуста брокколиге қарағанда кішкене ұзағырақ піседі. Сол үшін осыны бірінші салып аламыз және отты өшірмейміз. Қатты бұрқылдатып қайнатудың қажеті жоқ. Цветная капустаны 1 минуттай ұстаймыз. Келесі 1 минут өткен соң оның үстіне брокколимізді саламыз. Осылай 3 минут ұстайтын боламыз. Оттың асты орташа болу қажет және бұрқылдап қайнаудың қажеті жоқ. Біздің 3 минутымыз өтті. Енді бұл брокколи мен цветная капустаны осындай өте салқын суға, ішіне мұз қоссаңыздар да болады, сол суға саламыз. Өйткені біздің брокколи мен цветная капустамыз езілмей, сырты жұмсақ, ал іші қатты болып, солай кітірлек болып тұрады. Салқын суымызға осылай салып қоямыз. Енді біз келесі заттарын турай береміз. Ең алдымен қиярымызды тураймыз. Бұл жерде қиярды өз қалауыңызша турай берсеңіз болады. Мен осылай турап шықтым қиярды. Және оны бөлек ыдысқа салып аламын. Келесі болгар бұрышын тураймыз. Болгар бұрышында тура мен сияқты видеодағыдай немесе өз қалауыңызша турай берсеңіз болады. Оны да турап қиярдың үстіне саламыз. Және келесі укропымызды тураймыз, майдалап. Оны да қияр мен болгар бұрышының үстіне саламыз. Келесі бір дана сәбізімізді үккіштен өткіземіз. Яғни корейский салатқа арналған үккіштен өткізесіздер. Сәбізін өткізіп алдық. Енді осының үстіне бір ас қасық тұз және 2 ас қасық қантымызды қосамыз. Осыны жақсылап араластырамыз. Қолмен араластырған кішкене ыңғайлырақ болады, сол үшін мен қолмен жақсылап араластырып алдым. Қант пен тұз бойына сіңіп, сәбіздің, қиярдың, болгар бұрышының суы шыққанша осылай 5 минутқа қалдырамыз. Осы аралықта біз салқын суда тұрған цветная капуста мен брокколимізді осындай тесігі бар ыдысқа салып аламыз. Артық сулары ағып кету үшін. Осылай салып қоямыз. 5 минут өтті. Біздің қияр, сәбіз, болгар бұрышымыздың суы шығып дайын болды. Енді осының үстіне сарымсағымызды езгішке езіп қосамыз. Және оның үстіне бір ас қасықты толтырмай сірке суын қосамыз. Және оның үстіне сұйық майымызды құямыз. Енді осыны жақсылап араластырып аламыз. Енді бөлек ыдысқа брокколи мен цветная капустамызды саламыз. Оның үстіне дайын болған қоспамызды қосамыз.
Енді бұны жақсылап араластырамыз. Мұздатқышқа кішкене 1 сағатқа салып қойсаңыздар болады, немесе бірден дастарханға қоюға болады. Жалпы брокколи туралы айтатын болсам, брокколи өте дәруменге бай. Бұл брокколидің калориясы өте аз болғандықтан диета ұстап жүрген, денсаулығына аса мән беретін адамдар үшін өте қажетті көкөніс болып табылады. Және де ол теріге оң әсер беріп, қартаю процесін тежейді және қандағы холестериннің мөлшерін азайтады. Сол үшін сіздерге осы көкөністі жиі жеп тұруға кеңес беремін. Негізі біз бұл көкөністі базардан басқа жерден байқағанда бір танымайтын адамға қарағандай бөліп кетеміз. Бірақ бұл осы брокколиді сатып алып, ерінбей осы салатты жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді, пайдалы. Жасап көріңіздер. Менің видеом сіздерге ұнаған болса, видеоға лайк басып, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.